мысалға жылда августовский конференция дейміз жаңағы мұғалімдердің болады. Неге сонда бір арнайы бір секцияда осы интернет жүйесіндегі материалдарды қалай интернетті дәріс оқу процесінде пайдалану. Бізде мысалға мектептерде көп мектептерде интерактивті тақтаны орнатты. Оларға ноутбук компьютер арқылы кез келген материал шығаруға болады. Көрсетіп жатыр ма? Екі талай мысалға. Мен мысалы балдарымнан сұраймын, олар айтып жатқандары шамалы мысалға. Менің балам 6 сыныпта оқиды, 59 мектепте 6 жылда бір рет компьютер классына барады. Мен де соны айтып отырмын мысалға. Біздер жаңағы компьютер түгіл, мысалға интернеттегі тақталарды орнаттық мектептерде. Жаңадан ашылған мектептерде мысалға интернеттегі тақталар бар. Бірақ сол тақталарға біз соны лайықты түрде, өз деңгейінде, өз қажеттіліктерін, өз мүмкіндіктерін сай пайдаланып жатырмыз жоқ. Сондықтан да тек қана қатып қалмайды, баяғы үрдіспен емес, сонымен қатар мен айтып отырған соны августалық конференцияларда мектептерде жаңағы ұлттық электрондық кітапхана бар екендігін, осындай ресурстар бар екенін, осыдан бір арнайы жиын өткізіп, осындан баяғыдай материалдарды кітапханалардан іздемей, сіздер ештеңе басып шығармай, принтерден басып шығармай, тақталардан бәрінде сурет болсын, видео болсын, бейнефильм болсын, бәрінде көрсетуге болатын. Тағы бір сұрақ, мынау мемлекеттік министрліктердегі ресми сайттардағы қазақ тіліндегі блогы өте әлсіз, жаңа дүниеде. Бұл жерде блогты айтпай тұрып, жалпы қазақ мемлекеттік, мен жақында сараптама жасадым. Бүкіл мемлекеттік органдардың, агенттіктердің, комитеттердің сайттарын, акиматтардың, әкімшіліктердің сайттарын қарадым, талдау жасадым. Ең бірінші көзге түсетін, мен оны жазған болатын твиттерде. Атауынан да байқалып тұр. Біреуінде finpol.kz, біреуінде МИД емес, МИД шетелдік ше, мысалға. МВД, тағы басқа. Біреуінде қазақшалап, мысалға, біреуінде орысша, біреуінде ағылшынша. Яғни осы бір ортақ подход, ортақ бір линия, ортақ бір тұжырымдама жоқтығы осыдан ақта байқалып тұр. Сосын ішіндегі, мысалы, қалай толтырғандар. Блоктар, олар бұл да бір неге айналып кетті. Бір формальды байланыс жүйесіне, мысалға, ол блоктарға сұрақтар келеді, оны тиісті. Оны шын мәнісінен әкімдер емес, министрлер емес, баспасөзде емес, оны тиісті бөлім дайындайды, мысалға. Баспасөз қызметіндегілер біз дайындайды. Сосын оны алады да, оны баспасөз қызметі салады. Жауаптан тиісті департамент бөлімде дайындады. Яғни шын мәнісінен ол тағы да бір формальды байланыстың бір несіне айналды, тетігіне. Сондықтан да жақында Ақордада болған жиында елбасы осы мәселені көтерді. Электронды үкімет деген болды жоба. Қайда сол? Сонда бірнеше сұрақты жалғастырған кезде ешкім тұрып көтеріліп, үкіметтің тарапынан дұрыс жауап берген де жоқ, мысалға. Шын мәнісінде электрондық үкімет дегенде ол тек қана жаңа сайт ашып, ішіне материалды жариялау емес. Сайт деген ол қалды, ол сайт деген ол негізге 10 жылғы бұрынғы нәрсе. Біздің қазір айтып отырғанымыз интернетте кері байланысты орнату. Блог арқылы сосын барып жаңа тиісті құжаттардың алмасында. Сол жаңағы мыңдап қағаз толтырып, есептерді жіберіп, ақпаратты толтырғанша бәрі сосын аласыздар. бұл съезд емес қой, бәрін міндеттейтін. Жоқ, съездде мынау адамдар кірсінші.